Қалдарың қалай? Жақсы. Жақсы. Көңіл-күйлерің жақсы ма? Иә. Керемет. Балалар, мен сендерге бүгін өзіммен бірге бір қызықты тақырып алып келдім. Бүгін сендермен достық және дос туралы әңгімелескім келіп отыр. Балалар, сендер қалай ойлайсыңдар? Достық деген не? Ол дос. Я, айта ғой. Ол үшін біреумен дос боласың, ойнайсың. Дұрыс. Ренжітпейсің. Дұрыс айтады. Тағы да? Сен өте шыншыл боласың. Тамаша, керемет. Тағы да, қалай түсінесіңдер достық дегенді? Айта ғой. Достық деген достықты сатпай, бірге жүріп, бірге ойнап, күлімсіру. Өте жақсы, тамаша. Сендердің достық туралы түсініктерің өте кең екен. Мен өте қуаныштымын оған. Ал енді балалар, мен сендерге бүгін ертеде екі дос болыпты. Бірде ол екеуі орманда келе жатып, әңгімелесіп келе жатыпты, иә? Біреусі өте мақтаншақ екен. Өзі туралы керемет сөздер айтуды жақсы көреді екен. Сондай мақтаншақ болыпты. Ол былай дейді екен: мен ешқандай жануардан қорықпаймын. Алдымнан тіпті қасқыр шықсын, аю шықсын, мен ешқайсысынан қорықпаймын, депті. Ал екіншісі өте сабырлы екен. Олар әңгімелесіп келе жатса, орманда бір дыбыс шығады. Олар құлақ салып тыңдаса, аюдың даусына ұқсайды екен. Екеуі шошып кетеді. Бір кезде жаңағы мақтаншақ досы аюды көре салысымен ағаштың басына өрмеле жөнеледі. Ағаштың басына шығып бара жатып, екінші досы оған айтады: көмектес маған, өтінемін, мен де ағаштың үстіне шығаршы, дейді. Алайда ол ағаштың басына шығып бара жатқан кезде аяғын ауыртып алады да жерге топ етіп түсе қалады. Ал бірінші досы, жаңағы екінші досын жерге тастап кетеді де, өзі ағаштың басына өрмелеп шығып алады. Сөйтіп, жаңағы екінші бала жерде қалып қояды. Аю біраздан кейін жақындай түседі. Ол баланың ойына мынадай бір керемет ой келеді: мен қазір жерге тып-тыныш ұйықтап жата қалайын. Мүмкін аю мені тірі емес, не ұйықтап қалды екен деп ойлайды да, мүмкін кетіп қалатын шығар деп ойлайды. Содан кейін лезде сол уақытта жерге жата қалады да ұйықтай кетеді. Тапжылмай, қозғалмай жата береді. Ал аю болса жақындап келіп, балалар не істейді? Жаңағы тып-тыныш жатқан баланы не істейді? Иіскеп кетіп қалады. Біраздан кейін жаңағы досы ағаштың басынан жерде жатқан досына былай дейді: аю сенің қасыңда ұзақ тұрды ғой. Ол соншалықты сенің құлағыңа не деп сыбырлады? Дейді. Содан кейін жерде жатқан досы былай дейді: аю менің құлағыма келіп, былай деді: өзіңді сатқан адаммен ешқашан дос болма. Сен өзіңе адал дос тап, деп оған айтыпты, иә, балалар. Содан кейін ол тұрыпты да өз жөнімен кете беріпті. Ал ағаштың басына шыққан екінші дос, иә, бала, өз қатесін түсініпті. Алайда кешірім сұрауға да кеш. Ана екінші досы оны кешірер ме екен? Кім біледі? Кешірді. Сендердің ойларыңша кешіре ма? Иә. Онда ол соншалықты кең пейіл адам болғаны, иә? Мүмкін ол досын кешірсе, екінші досы мүмкін өмірде ондай жасамайтын шығар, иә? Келесі жолы.
Тамаша. Ал, енді қалай ойлайсыңдар? Талға шығып кеткен жаңағы бірінші бала дұрыс жасады ма? Жоқ. Нені дұрыс жасамады ол? Не істеді? Өйткені ол досын қалдырды. Қиын жағдайда қалдырып кетті, я жерде? Өте жақсы, я. Досын сатты. Я, қиын жағдайда қалдырып кетті, я? Ал, екінші дос қалай ойлайсыңдар? Ол дұрыс жасады ма? Жерде жатқан? Ол қандай екен? Ол қорқақ па? Жоқ. Жоқ, аюдан қорықпады, я? Ол өте батыл және өте ақылды. Тамаша. Ол сабыр сақтады. Дұрыс, өте сабырлы адам екен, я? Жақсы. Сабырлы болуымыз керекпіз, я? Дұрыс. Ол ойланып, ойы өте ұшқыр екен, я? Оның ойы іске асты. Қалай ойлайсыңдар, дұрыс па? Дұрыс, я? Аю оның ойлағандай жасады, я? Оны ескеп кетіп қалды, тиіскен жоқ. Өте жақсы. Ал мен сендерге қазір мынадай нәрсе айтқым келеді. Балалар, айнымас дос деген сөз бар. Айнымас дос деген, ол адал дос дегенді де білдіреді. Адал деген сөзді түсінесіңдер ғой, я? Шынайы, я? Ешқашан сатпайтын, сондай достарды айтады, я? Және сонымен қатар достықтың балалар екі түрі болады екен. Біріншісі шынайы достық, ал екіншісі өтірік достық. Шынайы достық дегенді сендер түсінесіңдер, я? Жаңағы өздерің айтқан адал болу, шынайы болу, қамқор болу, дұрыс, ақылды болу, үнемі көмекке келу керек, я, достарға, я, балалар, солай емес па? Ал өтірік дос деген, ол бір кішкене ғана уақытқа өзінің пайдасын ойлайтын, сондай бір жаңағы бір нәрсені көшіріп алу үшін, сондай бір қулықтарға, сондай бір жақсы емес әрекеттерге. Жаман адамдармен ешкім ойнамайды. Дұрыс айтасың, я? Сондықтан достар бір-бірімізбен адал болайық, я? Бәріміз бір-бірімізге доспыз. Дұрыс айтасың. Айта ғой. Кім достықты сатады, ода ешқандай дос болмайды. Дұрыс. Өмірде солай екен, я? Ал қазір балалар, мен сендерді тыныштық сәтіне шақырамын. Қазір барлығымыз тыныш отырайық. Мен бір әуен қосамын. Сол әуенді тыңдап отырып, сендер болашақта өздеріңнің достарыңа қандай жақсылық жасағыларың келеді? Сол туралы біраз ойланайықшы? Я? Мен де сендермен бірге ойланамын. Мен сендерге қазір әуен қосамын. Қане барлығымыз көзімізді жұмайық. Көзімізді жұмайық, тамаша. Бәріміз болашақта өзіміздің достарымызға қандай жақсылық жасауға болатынын, я, ойлайық. Көзімізді ақырын ашайық. Ал, енді бөлісейікші. Кім өзінің досына қандай жақсылық жасауға болатынын айтсыншы? Айта ғой. Менің досым ауырып қалғанда мен оның үйіне барып, бөліспеймін. Тамаша. Сен оның көңіл күйін бөлісесің, я, оның? Я, дұрыс айтасың. Өте тамаша. Керемет. Мен өзімнің досымды қиындықта қалдырмаймын. Мен оны сыйлаймын, өте ақылшыл боламын. Шынайы боласың, өтірікші болмаймын. Ал қандай жақсылық жасағың келеді оған? Ода
жерге қалдырмай, оны бірге аламын. Яғни сен кез келген қиындықта оны алып шығасың өзіңмен бірге, иә? Тамаша, Мариям, керемет, рахмет. Айта қояйық. Мен досым көп қалған кезде, кітаптары көп болған кезде мен оған көмектесемін. Көтересің, иә? Жақсы, тамаша. Тағы бір түрі бар екен, иә? Айта қояйық, жақсылық. Жақсылық. Менің досым өз бауырыма қарап қойшы десе, мен қараймын. Жақсы. Тағы бір жақсылық, иә? Жақсы нәрсе. Айта қой. Менің досым бір қауіпқа құлап қалса, шалынып қалса, бір жағын ауыртып алса, мен көмектесемін. Жақсы. Тағы. Айта қой. Және менің бабам қарашы деген кезде, ол құлап қалған кезде, Тыңдаймыз, иә? Өте жақсы, тамаша. Ал Ерғанат қандай жақсылық жасайды екен досына? Болашақта. Мен досыма көмектесетін. Тыңдаймыз, иә? Мен Қалай ойын көмектесесің? ойнаймын. Содан кейін? Мен оны қонаққа шақырамын. Өте жақсы, тағы бір жақсылық. Өте жақсы балалар. Сендердің қандай ниеттерің де жақсы, иә, достарыңа деген? Тамаша. Сендер үнемі осындай болсаңдар, айналаларыңда достарың сендерді үнемі, сендерді не істейді, қоршап жүреді, иә? Сыйлайды. Досымыз көбейе береді, Көбейе береді. Ал досы көпті, бәрі жақсы көреді. бәрі жақсы болады екен. Тамаша. Өйткені біз бір шаңырақта тұрамыз. Дұрыс айтасың, Аюхан. Өте жақсы. Көп ақыл болса, көп дос болады. Дұрыс айтасың. Айта ғой. Содан кейін? Тағы да досты қорғау керек. Дұрыс айтасың. Кез келген сәтте досыңды Апай, қорғау керек, сыйлау керек. дос адам 100 теңге болғанша 100 досым болсын. Тамаша, не деген керемет мақал. Дұрыс айтасың. 100 теңгең болғанша 100 досың болсын дейді, иә? Ол достарың көп болсын деген мағынаны білдіреді екен. Ал енді қазір барлығымыз бір-бірімізге қағаз бетіне әдемілеп тұрып сурет салып, бір-бірімізге сыйлық жасайық. Достарымызға сыйлық жасайық. Ашық хат жасайық. Қалай қарайсыңдар? Қағазды бояғылай Мен сендерге қазір қағаз берем, түрлі түсті қарындаштар берем. Менде бар. Сендерде Менде бар. бар. Тамаша. Кімге жетпейді, мен соған берем, не? Тамаша. Ал жүріңдер, іске кірісейік, иә? Балалар, сендер өз достарыңа сыйлық жасағанда қандай сезімде болдыңдар? Жақсы сезімде болдыңдар, иә? Ал өз достарыңа көңілді болдыңдар, иә?
Өз достарыңа қуаныш сезімін сыйлаған жақсы ма? Жақсы. Мен де бүгін сендердің сыныптарыңа келіп, сендердің мынандай керемет, сондай ойларыңды тыңдап, сондай қуанып қалдым. Сендермен болашақта дос болғым келеді. Сендер қалай қарайсыңдар? Жақсы ма? Мен де сендермен дос болғым келеді, сендердің достарың болғым келеді, жақсы екен, Ал, сонымен дос деген кім екен, балалар? Дос деген ол бірге ойнайды, бірге күлімсірейді, бірге жақсы көңіл-күй сыйлайды. Сол дос. Сол жанында жүрген адам, сондай үнемі. Жақсы. Ал достық деген не екен? Достық деген ол сенің досыңмен бірге ойнайсың, бірге жүресіңдер. Сені қасыңда жүреді. Және сен қиын жағдайға түскенде ол саған күліп жүреді. Тамаша. Сонымен достарымыз көп болған сайын біз өзімізді бақытты сезінеді екенбіз, балалар? Солай ғой? Қазір сыныпқа барып, бір-біріне достарына деген жасаған сыйлықтарыңды сыйлауларына болады. Бір-бірлеріне үнемі көмектесіңдер. Біз барлығымыз бірімізбен бірге доспыз, балалар? Біз адамдар таңдамаймыз, біз бәріміз бірге дос болу керекпіз, үнемі бір-бірлеріне көмектесіңдер. Қиын-қыстау жағдайда, бір-бірлеріңді түсінуге тырысыңдар, дос болыңдар дегім келеді, балалар. Бүгінге осы әңгімеміз аяқталды. Сендерге көп-көп рахмет, балалар. Қош сау болыңдар.